Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі ашық сабағымызды ашық деп жариялаймыз. Және де бүгін ашық сабақты топқа бөлуіміз керек. Топқа бөлу үшін 1, 2, 3 деген цифрмен бөлетін боламыз. Екінші топтағы мына партаға, үшінші топ арғы партаға отыратын болады. Кәнекей бәріміз ауысамыз. Ал оқушылар қазір үй тапсырмасы сұралатын болады. Сол үй тапсырмасында Менделдің тарихына және қандай белгілерді алды таңдады, сол Мендель туралы сұрақ жауап болады. Сол сұрақ жауапты мен қалай аламын сендерден? Мынау берілген допты бір-біріне айландырасыңдар, және де сол кезде музыка қойылатын болады. Сол музыка тоқтаған кезде сендер кімге мынау доп түседі, сол адам сұраққа жауап беретін болады. Қолдарыңыздағы шарик кімге түсті? Сол оқушылар тұра қойыңдар. Аружанға қойылатын сұрақ: Мендель қай жақтың ғалымы және Мендель қандай үлес қосты? Мендель ол Чехияның ғалымы. Ол генетикада үлкен үлесін қосқан және генетиканың 3 заңын ойлап тапқан. Жарайсың, өте керемет. Екінші сұрақ Дулатқа түскен екен. Мендель тәжірибе жасау барысында қандай жағдайларға мән берді? Мендель тәжірибе барысында өнімнің сырты тегіс немесе бұдыр, немесе оның түсі сары, өнімнің түсі сары жасау, ал гүлдерінің түсі қызыл немесе ақ, ал сабағының ұзын немесе қысқасына. Өте керемет жауап, жарайсың. Үшінші сұрағымыз Дианаға түскен екен. Дианаға қойылатын сұрағымыз: Мендельдің қанша заңы бар екен? Мендельдің 3 заңы бар. Бірінші заңы ол біркелкілік, екінші заңы ажырау, үшіншісі тәуелсіз тұқым қуалау. Өте керемет жауаптарын. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз моногибридті есептерді шығару болады. Сабағымызды бастамас бұрын мен мынандай өлең шумақтарымен бастағым келіп отыр. Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады. Тектілердің тұяғы таңдайды құз қияны. Шын тектілер халық үшін өлімге басын қияды. Жақсы жаман деместен жанына жұртты жияды деп. Ал оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы тұқым қуалаушылық заңдылықтарының цитологиялық негіздері. Сабақтың мақсаты моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздерін дәлелдеу және есептерді шығару. Мендельдің тұқым қуалаушылық заңдылықтарына арналған моногибридті есептерді шығару. Оқушылар, қазір сабағымызды бастамас бұрын видео көрініске назар аударамыз. Бәріміз экранға қараймыз. Бізге әрбір геннің 2 көшірмесі керек. Жасушаларымыз тұқым қуалауда қайсысын алу керектігін қалай біледі? Сонымен генетикалық карталар таратылғаннан кейін аналық не аталық көшірмелердің біреуі қолданылмайды. Геннің өзі бар, бірақ оның әсері болмайды. Геннің қалама формаларының атауы аллельдер. Олар басым не басылыңқы болуы мүмкін. Басым аллельді ген қалайда көрінеді? Осы видео көріністі көріп отырып, сабағымыз не туралы болайын деп жатқанын өздерің болжап өтіңдерші. Нұрдос. Бұл видеороликте Мендельдің 3 заңы бойынша есептер шығаруды түсіндік. Жарайды, мақұл. Бірінші топ қалай түсінген екен? Не туралы түсіндіңдер? Біз рецессивті белгілерден неше түрлі аурулардың пайда болатынын туралы түсіндік. Өте жақсы. Үшінші топтан біреу қандай оқушы? Сөйлеп ойнашы. Не туралы түсіндіңдер? Оқушылар, моногибридті есеп шығару сендерге қазір тапсырма беріледі. Осы берілгеніне қарай сендер моногибридті есепті шығарып көрсету керексіңдер. Тапсырма. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топқа берілетін моногибридті есептер. Мәтінді оқимыз, берілген оқимыз. Сол берілгеніне қарай моногибридті есепті шығарамыз. Номер 3-ші есеп. Кірісеміз есепке.
Енді осыны жазамыз. Біздің топ бірінші топ және бізге берген есеп номер бірінші есеп теңіз торайында қара түсті ақ түстен басымырақ болады және қара және ақ гомозиготлардан қандай ұрпақ күте аламыз. Барлық дарақтардың генотиптерін және фенотиптерін сипаттап жазыңдар. Осы есеп бойынша біз қара түсті басымдығы алдық, ақ түсті басымдығы алдық. Ол екеуін шағылыстырған кезде барлығы төртеуде гетерозигота болып шықты. Және оның ішіндегі фен 4 қара болып шықты, генотипі 4 гетеро болып шықты. Негізінде фенотип дегеніміз біз грек тілінен аударғанда көріну және тип деген мағынаны білдіреді. Ол ағзаның барлық белгілерінің қасиеттерінің жиынтығы деп есептейміз. Ал генотип дегеніміз тірі организмдегі көбею кезеңіндегі барлық гендердің жиынтығын айтамыз. Өте жақсы, жарайсыңдар. Берген есеп асыл ұрпақтың сары өсімдігі жасыл өсімдіктен шағылыстырылады. Бірінші ұрпақта барлық ұрпақтар сары болды, қандай түс басымдық жасайды деген. Бізде шығардық, бірінші аталық пен аналық белгілерді шағылыстырдық, және де одан мынандай белгілер шықты, яғни бұл жерде фенотип 2-2, генотип 1 және де 2 мен 1-дің қатынасындай. Біз бұл жерде Менделдің екінші заңы ажырау заңымен байланысты есеп шығардық, және бұл есеп асыл ұрпаққа байланысты. Молодец, өте жақсы, жарайсыңдар. Құрмет көрсетейік. Үшінші топ берілген тапсырма номер 3-ші есеп тауықтардың тегіс қауырсындары жібек тәрізді қауырсынынан басым болып келеді. Тегіс гомозигота гетерозиготадан шағылыстыруынан қандай ұрпақтың шығуы мүмкін. Барлық дарақтардың генотиптері мен фенотиптерін сипаттап жазыңдар. Біз осы тауықтың қауырсыны бойынша тек және жібек болып екеуі олар гетерозигота және гомозиготалы. Оларды бұтастасқан кезінде олар өседі. Олардан эффектер, одан кейін генотиптердің екіге қатынасы, одан кейін феннің ал фен бойынша ол 4 тегіс, яғни 2 гомозиготалы және де 2 гетерозиготалы болды. Пайызын алғанда 7-7 болып есептелінеді. Өте жақсы. Құрмет көрсетіп жарайсыңдар деп айтқым келеді. Барлық топқа өте керемет, отыра қойыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды тест ретінде сендермен қорытындылайтын боламыз. Әр топқа 3 тест сұрақтар берілетін болады және сол тесттерге жауап береміз. Бірінші топ бірінші жауап беретін болады. Бірінші топтың сұрақтары тұқым қуалаушылықтың заңдылықтарын зерттеген кезде Мендел қандай тәсіл қолданды? Осы бірінші тесттің сұрағы сендерге. Жауап бар болса, қол көтеріп жауап береміз. Геохимиялық. Дұрыс емес. Басқа топтардан жауап беретіндер бар ма? Олжан. Өте дұрыс, молодец. Екінші тест сұрағымыз тағы да бірінші топқа болады. Бірінші топ. Екінші тест сұрақтары Мендел бұршақтың 34 сортынан белгілердің айқын неше сортын алды? Айна? Мендел бұршақтың 34 сортынан белгілері айқын неше сортын алды? Ол 22 сортын алды. Өте дұрыс, молодец. Үшінші сұрақты оқи қойыңдар, ол да сендерге берілген. Мендел өз еңбегін қай жылы жариялады? Мендел өзінің еңбегін 1865 жылы жариялады. Өте дұрыс, молодец, жарайсыңдар. Екінші тест сұрағы екінші топқа беріледі. Бұл жерде де 3 тест сұрағы бар. Өздерің оқып, жауап берсеңдер болады. Генетика терминін кім ұсынды дейді. Бірінші тест сұрағымыз. Аружан. Генетика терминін кім ұсынды? Ол Мендел. Өте дұрыс. Екінші
тест сұрағымыз генетика ғылымы зерттейді. Нені зерттейді? Генетика ғылымы тұқым қуалаушылық пен өзгерістікті зерттейді. Өте дұрыс, масканы шешіп сөйлейміз. Үшінші сұрағымыз дәл сендерге арналады тағы да. Менделдің екінші заңы қалай аталады? Салтанат? Ал? Ажырақ зат. Өте дұрыс, молодец. Так, үшінші тест сұрағы үшінші топқа арналған. Сендерге де үш тест сұрағы беріледі. Бірінші тест сұрағы Мендель қандай өсімдікке тәжірибе жүргізді? Сұлтан. Мендель қандай өсімдікке тәжірибе жүргізді? Ол бұршақ. Молодец. Қандай бұршақтардың түсін алды? Сары және жасыл бұршақ. Өте молодец, дұрыс. Екінші тест сұрағы Мендельдің бірінші заңы қалай аталады? Екінші сұрақ сендердің тест сұрақтарың Біркелкілік заңы. біркелкілік болмаса басымдылық заңы деп атаймыз. Өте дұрыс, молодец. Үшінші тест сұрағы көрінбей қалған белгі қалай аталады? Өзі бар, бірақ жарыққа шықпайды бірінші неде. Ендегі бірінші будандастығында жарыққа шықпай қалады. Ал? Жоқ, доминанттығысы басымдық көрсетпей ме ол? Рецессивті. Қол көтеріп жауап берсек өте жақсы болар еді. Жарайсыңдар. Молодец, жақсы. Үш топта керемет бүгін жұмыс істеді деп айта аламын. Жарайсыңдар. Келіп өз ойларыңды жапсыра беріңдер. Аты жөндеріңді жазсаңдар болады, жазбасаңдар да болады. Келе ойындар. Оқушылар көрінбей қалып жақын. Барлығымыз жақсырдық па? Аида, Мариям, жақсырдық па?